Сәлеметсіздер ма, супер көрермендер. Духовкада ерекше пиязды қытырлық чипси дайындаймыз. Ол үшін біз 200 грамм картопты суда пісіріп, осылай турап блендерге саламыз. Сосын осы картоптың үстінен 50 грамм суымызды құямыз. Бір пияздың жартысы, яғни 100 грамм пиязымызды турап блендерге салып, жақсылап екеуін пюре қылып езіп аламыз. Мінекей біздің картопымыз дайын. Дайын болған пюремізді басқа ыдысқа салып аламыз. Енді осының үстіне 50 грамм кукурузный крахмал, бір шай қасықта разахитил саламыз. Сосын жарты шай қасық тұз салып, жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің қоспамыз осындай болып шығады, қоюлығы осындай. Енді осыны пакетке құйып, оны листке теріп шығамыз. Мінекей қараңыздар, пергамент қағазын төсеп, осындай қалағанша үлкендікте жасауға болады. Кішілеу, үлкендеу ол өздеріңіз білесіздер. Үстін тағы да жабамыз осындай қағазбен. Енді осындай кез келген кесенің астымен басып шығамыз. Сіздер чипсилеріңіздің көлеміне қараңыздар. Үлкендеу болса, үлкендеу ыдыс, кішілеу болса, кішілеу ыдыс таңдап алыңыздар. Осылайша барлығын 110 градуста пеште пісіріп аламыз. Мінекей менде қытырдақ, дәмді, пиязды чипси дайын болды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.